Сіздердің назарыңызда Ақтөбе қаласы көркемсурет лицейінің 4-ші Б сынып оқушысы Амангелді Анель. Сынып жетекшісі Алимжанова Айсұлу Жукаштейна. Жұмыстың тақырыбы Ұлы Абай. Осы туынды гуашьпен орындалған. Ұлы ақын, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, композитор, философ, ағартушы, аудармашы, қоғам саяси қайраткері Абай Құнанбаев шын мәнінде ғаламдық тарихи тұлға. Мен ақынымыздың портретін 175 жылдық мерекесіне орай салуды жөн көрдім. Абай атамызға деген сүйіспеншілігімді, құрмет пен алғысымды білдіргім келді. Ақын туған жерін, халқын жақсы көретіндіктен өз ұлтының басқа ұлттармен терезесі тең, еркін халық ретінде көруді армандаған. Халқының көкірек көзін ашып, оң-солын айырып, замана сұмдығына ұшырамайтын сергек, қабілетті де бірлікті мемлекетке айналдырар жол іздеді. Оның артында қалған еңбектерінде халқын тәрбие, білім алу, жамандық атаулыдан қашық болу, жақсылыққа ұмтылу, еңбек ету, білім мен еңбекті ел игілігіне жұмсауға үндейді. Енді суретке назар аударайық. Суретте жаз мезгілі, қазақ жайлауы, ауылдың сырты, мөлдіреген бұлақ суреттелген. Жер бетіне күннің алтын сәулесі төгіліп тұр. Табиғат жылы түстерге тұнып тұр. Ашық көк аспан, жазғы жасыл көк дала табиғаттың әсемдігін көрсетіп тұр. Алдыңғы планда Ұлы Абай бейнеленген. Абай атамыз ауылдың сыртында кітап оқып, шабыт алып, шығарма жазуда толғаныс күйінде отыр. Қасында ақ қағаз мен қара сияз тұр. Оған қарап біз жарық пен даналықты көре аламыз. Қорытындылай келе Абай Құнанбаевтың өлеңімен аяқтағым келеді. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер. Қартыңның ойы шартартқан, әдеті жеңіп күңгірттер. Тән сүйгенін бермесе, жан шыдамас жаны ашып. Бере берсен бер десе, үміт етер таласып. Малда да бар жан мен тән. Ақыл, сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң, қайда барып оңайын. Назар аударғандарыңызға рахмет.